Саламатсыздар ма? Бүгін біз осындай екі командалық жетістік шыңын жасайтын боламыз. Презентация шаблондар каналында бір командаға, бір топқа арналған жетістік шыңы бар болатын. Мінекей, әр команда мүшесін басқан кезде алдыға қарай жылжиды. Мінекей, осындай бірінші өзіміздің шаблонымызды дайындап аламыз. Фотосын барлығын қойып шықтым. Вставка кіріп, мынандай шеңберді қойып шығамын. Яғни, әр команда мүшесін басқан кезде осы шеңберлер бойымен бірге жылжитын болады. Қазір мен 5-6 шеңбер қойып шығайын, яғни 5-6 кезеңнен тұратын ойын болсын. Болмаса 5-6 рет кері байлансын оқушы беретін болады. Яғни бұны біз кері байланыс барысында, болмаса командаларды жарыстыру кезінде қолдансақ болады. Мінекей, линияны басып, форматқа кіріп, цвет дегенге кірсек, осындай көк түскі цветке түске ауыстыруға болады. Енді мына шеңберлерді түсін қызылға айналдырып, форматқа кіріп қызылды таңдап, екінші команданың жолын қызыл түсті жолға өзгертіп, осы қызыл шеңберлерді қойып шығамыз. Яғни бірінші жұмысымыз ол біздің оформленияны дайындау. Оформлениясын барлығын дайындап болғаннан кейін барып, оның анимациясына кірісеміз. Мінекей, енді жолды басамыз, жолды басып форматқа кіру арқылы цветке кіріп, түсін қызыл түске айналдырамыз. Мінекей, түс жоқ болса, другие цвета деген таңдап, қызылды таңдаймыз. Енді мына біз топ мүшелерін копировать етіп, вставить етіп, әрбір шеңбердің қасына бір-бір копиядан қойып шығамыз. Мінекей, олардың размерін барлығын кішірейтсек болады. Осылай. Екі команданы да топ мүшелерін осылай копировать етіп, әрбір шеңбердің қасына осылай кішірейтіп қойып шығамыз. Мінекей, таудың шыңына жеткен кезде мүлдем жаңағы осы топ мүшелерін кішірейтеміз. Мінекей, мына шетін басып былай солға қарай тартсақ, осы кейіпкер солға қарай бұрылады. Мінекей, осылай барлығын көк команданың және қызыл команданың топ мүшелерін шеңберлердің қасына қойып шығайық. Мінекей, қойып шықтық. Енді бірінші адамның бейнесін басып анимация кіреміз. Бұның жұмыс істеу принципі мынандай. Осы бірінші тұрған кейіпкерді басқан кезде ол исчезновение болып, екінші кейіпкер шығу керек. Екінші кейіпкерді басқан кезде ол исчезновение болып, үшінші кейіпкер шығу керек. Үшінші кейіпкерді басқан кезде керісінше төртінші кейіпкер шығып, үшінші кейіпкер жойылып кету керек. Яғни кезек-кезегімен бірінші кейіпкер исчезновение болса, екінші кейіпкер появление деген анимацияда жүріп отыратын болады. Осы анимацияны қазір ретімен жасап шығатын боламыз. Мінекей, қараңыздар. Бірінші кейіпкерді басып, анимация кіріп, исчезновение деген басамыз, және мұнда область анимация деген қосып қойсақ болады. Яғни қай объектке, қай кейіпкерге қандай анимация қосып жатқанымыз көреміз. Міне екінші кейіпкерді басып, появление басамыз. Мінекей, ал триггерге по щелчку, жаңа бірінші кейіпкер бізде рисунок 4 дейміз. Сөйтіп осы бірінші мен екінші кейіпкерге де рисунок 4 деген триггерді қоямыз. Және екеуі запуск вместе с предыдущим дегенді қосып қоямыз. Екеуі бір триггерге жұмыс жасайтын болады. Бір триггер ол бізде рисунок 4 бірінші кейіпкеріміз. Енді екінші кейіпкерімізді басып, добавить анимацию кіріп, исчезновение таңдаймыз. Яғни бұл жойылып кету керек. Мінекей, исчезновение таңдалды. Енді үшінші кейіпкерді басып, бұған появление таңдаймыз, возникновение таңдаймыз. Мінекей, бұған триггерге жаңа екінші кейіпкерді қоямыз. Екінші кейіпкер бізде рисунок 75. Яғни жаңағы екінші де, үшінші де кейіпкерге, триггерге рисунок 75-ті қойып, запуск вместе с предыдущим деп осылай қойып қоямыз. Яғни мінекей, бірінші кейіпкерді басқан кезде, рисунок 4-ті басқан кезде исчезновение болады, бұл рисунок 4. Сөйтіп келесі тұрған екінші кейіпкер появление болады, рисунок 75. Сөйтіп екінші кейіпкерді басқан кезде үшінші кейіпкер пайда болады, екінші кейіпкер жойылып кетеді. Үшінші кейіпкерді басқан кезде төртінші кейіпкер пайда болады, үшінші кейіпкер жойылып кетеді. Сөйтіп ретімен барлығын осы ретпен жасап шығамыз. Мінекей,
запуск вместе с предыдущим дегенді ұмытпаймыз. Яғни бір кейіпкер жойылып жатқан кезде екінші кейіпкер пайда болып жатады. Ал триггерге сол исчезновение болатын кейіпкерді қоямыз. Мінекей триггер басып, осылайша екі команданың барлық мүшелерінің суреттерін басып, осылай запуск вместе с предыдущим деп исчезновение және возникновение деген анимацияларды қойып шығамыз. Мінекей қойып шықтық. Енді бізде флажок бар. Флажокты басып добавить анимацию дейміз. Бұл ең соңғы объектпен бірге запуск вместе с предыдущим дегенмен бірге болады. Вращение деген анимацияны таңдаймыз. Мінекей параметр эффективқа кіріп, мұнда өзіміздің қажет түрін таңдасақ болады. Міне четверть дегенге таңдасақ, міне кішкене ғана 4/3 бөлігін ғана қимылдайды. Бұны біз триггер ең соңғы суретке қоямыз да запуск вместе с предыдущим дейміз. Яғни ең соңғы суретті басқан кезде, мінекей 81-ші суретті басқан кезде осы флажок оңға қарай жылжитын болады. Мінекей осылайша екінші кейіпкердің екінші командантта анимацияларын қойып шығамыз. Мінекей бірінші кейіпкерге исчезновение қойдым. Екінші кейіпкерін басып возникновение бастым. Бұған триггерге бірінші кейіпкерді қоямыз. Бірінші кейіпкер бізде рисунок 7. Мінекей рисунок 7-ін қойдым. Жаңағы исчезновениеді рисунок 7-ның триггеріне қоямын. Яғни осы бірінші кейіпкерді басқан кезде бірінші кейіпкер жойылады, екінші кейіпкер пайда болады. Екінші кейіпкерді басып добавить анимацию деп исчезновениені қойдым. Үшінші кейіпкерді басып возникновениені қойдым. Оның триггеріне екінші кейіпкерді қоямын. Қайтадан осылай ретімен барлығын триггер қойып, запуск вместе с предыдущим дегенді ұмытпаймыз. Қалған объектілерге, қалған кейіпкерлерге осылай қойып шығамыз. Соңында соңғы объектке флажокты ұмытпаймыз. Яғни бұл кезде флажогымыз солға қарай жылжитын болады. Қызыл командаға барған кезде оңға қарай жылжитын болады, ал көк команда бірінші жеткен кезде солға қарай жылжитындай қылып анимацияны орнатамыз. Мінекей флажоктың анимациясына кірсек, против часовой стрелки деген бір соны таңдасақ, сағатқа қарсы айналатын болады, а по часовой стрелке десек, сағаттың тілімен бірге айналатын болады. Осылайша көк команда үшін против часовой стрелки, а қызыл команда үшін по часовой стрелке деген анимацияларды таңдаймыз. Мінекей енді бұны жаңағы көк команданың ең соңғы командасының триггеріне қосып, запуск вместе с предыдущим деп қоямыз. Мінекей қойылды. Енді жұмысымызды тексеріп көрейік. Мінекей осылайша бірінші кейіпкерді басқан кезде исчезновение болып, екінші кейіпкер пайда болады. Екінші кейіпкерді басқан кезде ол исчезновение болып, үшінші кейіпкер пайда болады. Осылай ретімен осы принциппен жұмыс жасап тұр. Осылайша өздеріңіз қалаған жетістік шыңы форматындағы ойындарды құрастырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.